Гватемаладағы Фуэго жанартауының баурайында тұратын жүздеген адам сейсенбі күні үйлерін тастап қауіпсіз жерге көшірілді. Бұған жанартаудың күшті атқылап, лава мен қалың күлді аспанға шашуы себеп болды. Орталық Америкадағы ең белсенді жанартаулардың бірі саналатын Фуэго дүйсенбі күні таңертең атқылай бастады. Өрт сөндірушілердің айтуынша, олар жанартаудың шығысындағы екі ауылдың кемінде 500 тұрғынын Сан-Хуан-Алотенанго муниципалитетіне эвакуацияланған. Төтенше жағдай қызметтері ең жоғары деңгейдегі қауіп дабылын жариялады. Биіктігі 3763 метр болатын Гватемала қаласынан 100 шақырымға жетпейтін қашықтықтағы жанартаудан лава өзендері төмен қарай ағып, ал күл шамамен 6 шақырым биіктікке көтерілген. Елдің вулканология институты Фуэго жанартауынан өте ыстық жанартаулық тас қоқыс ағындылары түсуі мүмкін екенін ескертті. Әсіресе жанартаудың батыс және оңтүстік беткейіндегі елді мекендерге қауіп жоғары. Гватемала Тынық мұхитындағы отты белдеуде орналасқан, сондықтан бұл елде жер сілкіністері мен жанартаулардың атқылауы жиі болып тұрады.